Сәлеметсіздер ме, құрметті тыңдармандар. Бүгінгі талқылайтын тақырыбымыз қандай диета ұстасақ та не себепті холестерин деңгейі төмендемейді. Осы жайлы айтып өтетін боламын. Және де мен алдыңғы түсірген видеомда әртүрлі сұрақтар қойылған болатын. Осы сұрақтарға жауап бере кететін боламын. Видеоны бастамас бұрын каналға тіркеліп, лайк басып, және де соңғы рет холестерин деңгейін сіз қашан тапсырсаңыз, нәтижесі неше болды, соны комментарийға жаза кетіңіз, талқылайтын боламыз. Ал мен бастаймын. Жалпы халық арасында осы холестерин жайлы әртүрлі мифтар және де қателіктер бар. Мысалы үшін ең біріншісі ол холестеринді біз тек қана еттен және де майлы тағамдардан аламыз. Егер біз майлы және етті тамақтар жемесек, онда біздің холестерин деңгейіміз көтерілмейді деп ойлайды. Бұл негізі мүлдем дұрыс емес. Ал егер біз көтерілмейтін болса және де холестеринді біз тек қана етті майлы тамақтардан ғана алатын болсақ, веган адамдар, яғни ет жемейтін адамдарда не себепті холестерин көтеріледі деген сұрақтар туындайды. Оның дәлелі мінекей. Пациент жазған болатын, веган пациент етті майлы тамақтар жемейді, бірақ холестерин 8-ден жоғары. Бұл дегеніміз холестерин ол көтеріліп түсуі адам ағзасы өзі реттеп тұрады. Қажет болған жағдайда көтеріледі, қажет болған жағдайда төмендейді. Мысалы үшін біз адамдармен ет жемейтін жануарлардың ағзасын салыстыратын болсақ, біз ветеринар бауырларымыздан данныйларын алдық, соны біз сіздерге айтып беретін боламын. Мысалы, сиырды алатын болсақ, сиыр яғни ет жемейтін жануар. Одағы қандай холестерин деңгейі 3-5 пен 5 миллимоль қалыпты жағдайда. Ал адам ағзасы да 3-5 пен 5 миллимоль. Ал енді қай кезде холестерин көтеріледі осы сиырда? Ол сиырда да көтеріледі. Себебі ол майда жемейді, етті де жемейді, бірақ ода холестерин деңгейі көтеріледі. Не себепті деген сияқты сұрақтар туындайтын болады. Холестерин деңгейі қай кезде көтеріледі сиырда? Ол яғни сүт беріп жатқан уақытында. Мысалы, сиыр босанғаннан кейін емізілу уақытында холестерин деңгейі ода жоғары болады. Ал қалай емізіп болады, лактация тоқтайды, солай холестерин ол автоматом 3-5 пен 5 миллимоль арасында қалыпты жағдайға түседі. Адамдарда дәл солай. Әртүрлі аурулар кезінде немесе бірдеңенің жеткіліксіздік кезінде адам ағзасында холестерин деңгейі көтеріледі, ал барлық орнына келгеннен кейін автоматом холестерин қайтадан қалпына келеді. Бұл дегеніміз адам ағзасының өте ақылды жұмыс жасауының бір дәлелі. Және де бізге сұрақтар туындайды. Холестерин адам ағзасы үшін не үшін керек? Ең бірінші ол нерв талшықтарының қайта қалпына келу үшін. Ол дегеніміз бас ми үшін өте пайдалы деген сөз. Екінші ол витамин D-ның түзілуі үшін өте қажет. Және де ол витамин D түзіліп, соның салдарынан остеопороз және де әртүрлі сүйек ауруларының пайда болуын алдын алады. Бұл дегеніміз холестеринді біз егер загар алып, күн сәулесінде көп жүретін болсақ, оны холестерин деңгейі түседі деген сөз. Себебі көп мөлшері ол витамин D-ның айналуына жұмсалады. Соның салдарынан бізде холестерин деңгейі түседі. Бұл бір себептер енді. Үшінші не себепті керек десеңіздер, ол әртүрлі половой гормондар және де басқа гормондардың түзілуі үшін керек. Егер біз осы холестериніміз жоғары болып, егер дәрі препараттарын ішіп холестеринді түсіріп тастайтын болсақ, онда ер адамда эректильный функциясы азаяды. Әйел адамдарда да сондай болуы мүмкін. Бұл енді 100% деген сөз емес, бірақ мүмкін сондай бір себептерінің бірі болып табылады. Және де бұл холестерин өт қышқылдарының түзілуі үшін және де өттің дұрыс жұмыс істеуі үшін де өте қажет. Құрметті тыңдармандар, қорытындылай келетін болсақ, егер сіз қандай да бір диета ұстасаңыз да, ет жемесеңіз де, майлы тамақ жемесеңіз де, және де дәрілік препараттар ішсеңіз де холестерин деңгейі төмендеп қайтадан көтерілетін болса, онда негізгі себептерін іздеуіміз керек. Оның себептері әртүрлі аурулардың салдарынан холестерин деңгейі жалпы көтеріліп тұрады. Ол жайлы мен алдыңғы видеомда, яғни осындай көрсетіп кетем, содан көре аласыздар. Ол видеода холестерин дегеніміз не себепті керек, қандай аурулар тудырады, қандай диета ұстау керек, қандай дәрілер ішу керек, сол жайлы толығымен айтып өттім. Егер осы видео ұнаған болса, достарыңызбен бөлісіп, комментарий жазып кетіңіз.